Халықаралық, республикалық көлемде танымал Өскемен қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінде қаншама білімді оқушылар тәрбиеленуде. Білім ордаларының көш бастаушы киелі қара шаңыраққа биыл 10 жыл толып отыр. Жақсы мұғалім мектептің жүрегі деп ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсарин айтқандай, білімді ұстаз Ерниязова Жұпат Оралынан басшылық жасаған ұстаздар және оқушылар ұжымына шығармашылық табыс, мықты денсаулық, мол бақыт, білім және тәрбие берусінде қажырлық қайрат тілеймін. Ізгі ниетпен сіздерде 11-ші С сыныбында оқитын Сәбиева Сабина Фархат қызының әкесі Сәбиев Фархат Қабденұлы, Нұр-Сұлтан қаласынан. Туған күнің менен